Бұны мен мысал ретінде айтайыншы сіздерге. Бірде маған бір келіншек келді. Алдында шетелге барған, өзі үлкен бір шенеуніктің әйелі. Күйеуінің досымен бірге, әріптесімен бірге. Ол да әйелімен шетелге барғанда керемет бір Мишлен мейрамханасында оларды күткен екен. Сонда мейрамханада ол кісі білместіктен аспаптарды дұрыс емес қойып қойған. Сіздердің тағамдарыңыз маған ұнамады деген белгіні көрсетіп қойған, өзі білмеген. Бір уақытта сол мейрамхананың әкімгері, даяшысы, қожайыны барлығы да келіп кешірім сұраған екен. Комплимент алып келген екен. Кешірім сұрап шалынып жатыр дейді. Сізге не ұнамады, кешіріңіз, білсек бола ма деп. Жоқ, маған бәрі ұнады, бәрі жақсы деп. Сондағы жаңағы көріністен Қазақстаннан барған азаматтардың барлығы ыңғайсыз жағдайда қалған. Содан қасындағы жаңағы досының әйелі де бір менменсіздікпен, менсінбей жоғарыдан қарап, сен сонда білмейсің бе дегендей күй білдіргендіктен ана әйел біраз күйеуінен сөз естіген екен. Сен мені сондай ұятқа қалдырдың, одан былай мен сені ешқандай зиялы ортаға алып бармаймын деп айтқанына күйеуінің қатты ренжіп, намыстанып, Қазақстанға келген бойда бірден күйеуі айтқан екен, барып оқы деп, сол нәрсені көрсетіңізші, маған сол нәрсеге үйретіңізші деп жыларман болып келді. Білместігіміз кейде сондай бір қажет жерде бізді сатып жіберетін сондай бір қасиеті бар. Сондықтан білмегеннен білген артық.